10 мыңнан артық жылаған зарлаған қазақтың арызы, жайлау арызы, мал мүлік арызы, қайталай берген арызбен қосқанда 30 мың арызымыз тұр. Соның бәрін сіздер естімедік, көрмедік, білмедік деп, енді мынау қытайшыл сұмырайлардың үгіт насихатына сеніп, Қытайға қайтқалы жассаңыздар. Онда соңғы сөзім, адам құсап айтқан ақылды тыңдамасаңыздар, қарыз құрыздарыңызды төлеп, ренжіткен адамдарыңыз болса кешірім сұрап, 2 метр кебіндеріңізді алып, мүмкін болса молдаларға, мынау Қазақстанның үкіметшіл нұр молдалары жаназа шығармайды. Ана Қытайдан келген бұрынғы біздің дәстүршіл молдалар бар, соларға тірідей жаназа шығартып, мына Шығыс Түркістанның төңкерісін аттанарда біздің аталарымыздың барлығының жаназасын тірідей шығарып кеткен екен. Соғысқа аттанарда. Сол тірідей жаназадарыңызды шығартып алып барыңыздар. Өлсеңіздер Қытайлар жаназасыз көмет, арам өлген малды көмгендей апарып бір қуысқа қанғанғып киімдеріңізбен қосып көме салады. Жастауларыңыз болса бауыр бүйректеріңіз сатады. Бір бүйрек $260 мың, екі бүйрек $520 мың, бауыр $320 мың. Мынау көздің мүйізгек қабатының өзі $30 мың, саусақтың буындарының әрқайсысы $5, тұтасымен адамның сүйегі скелеті $200, әрбір квадрат сантиметрге жуық тері жаңағы $5, әрбір орган сөйтіп бір адамды тұтасымен сатып шыққан кезде $1 миллион жасайды екен. Ең соңында шектеріңізге дейін сатады екен. Ал денсаулығыңыз жақсы мығым болса, 2 ауыз сүре жаттатып, тіпті сүре білмейтін кәдімгі жұмекең ақ көңіл справкасы бар, жүрегі таза деген анықтамамен жүрген, дінмен қатысы жоқ жігіттердің өзіне мәжбүрлеп тұрып сүре жаттатып, оны халал орган деп анау өте тақуа байларға аталмыш, тырнақша ішінде өте тақуа байлар аталмыш жат діндегілердің бауыр бүйрегін салмайды екен олар. Сөйтіп 2 сүре жаттатып, жаңағы халал орган керек қылған шетелдің шіріген байларына, аталмыш арабтың шейхтарына 2 сүреңізді жаттатып, калимаңызды айтқызады екен. Калимаңызды айтқаннан кейін болды сой дейді екен. Сойып, көз алдында сойып, бауыр бүйрек салады екен. Бауыр, бір бауырды оны ешқандай аспапта сақтап тұра алмайды екен. Адам денесінде тұру керек екен бауыр деген. Мына бауырды мына жақтан жұлып алып, мамандар ана адамға салады екен. Екеуін екі жағына қойып, бұлай қарап тұрып бауырды алып, бұлай қарап тұрып мына жаққа салады екен. Ана бауырды алғаннен анау 5 минутта өледі екен. Ал бүйрек, бір бүйректі кесіп алғаннен анадан бір бүйрегімен жүре береді екен. Ал 2 бүйрегінді алып алады, ол автоматты өледі екен. Оларға сенің өмір сүргенің керек жоқ. Жастар айтайын сендерге, бауыр бүйректеріңді сатып Қытай миллион жасайды. Миллион қазақтан $1 триллион жасайды. 1000 қазақты сөйса $1 миллиард болады. $1 миллиард бір атом сүңгуір кемесін сатып алады. Осыны түсінсеңдерші. Айналайын қалың елім қазағым. Ақмақ болмай, мынау қытайшыл сұмырайлардың аздырғанына сенбей, 1000 жерінен кедей, 1000 жерінен әділетсіз болса да, Қытайдан миллион есе артық Қазақстан деген. Өзіңнің отаның, өз қазағың. Қал Қазақстанда. Қазақстан кедер келтірсе, біз сендерге көмектесіп шетел асырайық. Қысқасы, қайда барсаң онда бар, Қытайға барма. 2 улу тең бүйрек оорусунан улам жаңы органга муктаж. Бул эне балдарынын бирөөсүн эле сактап кала алат. Ал эмнеге 2 уулум бир ооруга туш болду деп ыйлап отурганда, эне үчүн оор чечимди уулу кабыл алды. Апамдын бөйрөгүн иним алсын. Ал жаш, жана тез айыгып кетет. Кытайда адам органдарына муктаж болгон тургундар арбын. Өкмөт буга чейин өлүм жазасына тартылган кылмышкерлердин органдарын колдонуп келген. Бирок Бейжин аны токтото турган болду. Кытайлыктар адамдардын сөөгү, анын ичиндеги органдары менен чогуу көмүлүшү керек деп ишенишет. Учурда 1 миллион тургунга бир гана адам донор болууга макул. Ал себептен көмүскө базарда талап өсүүдө. 21 жаштагы атын айткысы келбеген студент карызга батып, бөйрөгүн $7000 саткан. Ал окуясын BBC-ге айтып берди. Менин көзүмдү таңып, алыскы кышта калып барышты. Ал жерде баары даяр экен. Менин бөйрөгүмдү сатып алган аял да ал жерде экен. Чынында мен коркуп, айныдым. Бирок мени докторлор уктатып салышты. Ли Хай Чин болсо,
мыйзамдуу жол менен келген органды гана алаарын айтууда. Учурда аптасына 3 жолу ооруканага диализ үчүн келип турат жана көпчүлүк тургундарда эле орган убагында келээринен шектенет. Бул бактары кесилип үйүлүп турган негр тууралуу акпарат 100% шын экенине мен сенемин. Мен билесиң, өзүм Кытайда туып, Кытайда өстүм. Бул Кытайларда чыса, буса дейтин bir макал бар. Пекинче, мандаринче айткан кезде чышымы, бушымы дейді. Яғни бұлар сиырдың, бұқаның, кез келген жаңа қуатты жануарлардың жыныс мүшесін жесе, жыныстық қабілетіміз артады деп ойлайды. Сондықтан қошқардың енін, сиырдың шыбығын, бұғының шыбығын жеп, еркектер естері шығады және оны қымбатқа сатып алады. Мынау қойдың бүйрегін қақтап, кәбап қып, сорпа қылып жеп, бүйрегімізді қуаттандырамыз, бүйрек арқылы жыныстық қабілетімізді арттырамыз дейтін ұғым Қытайдың кәрісінен жасына дейін жалпыласқан. Ал енді осы ұғымдағы халық құрт құмырсқа бақа-шаяннан түк қоймай жейді. Ондағы мақсат анау анаған ем, мынау мынаған ем, бұлардың жатса тұрса ойлайтын осы. Бұлардың медицинасы да сол, анау шөптің бәленбай түрінің бұларда дамуы бір есептен енді кейбір нәрсесін мойындайсың, бірақ соның бәрі осы жан бағу, ұзақ өмір сүру деген ұғым бұларда ежелден қалыптасып қалған. Қытайда тағы мындай бір сұмдық мақал бар. Жаңағы Шаопин Бушаочаң дейді. Кедейге күледі дейді, зинақорға күлмейді дейді. Яғни кедей болу намыс, зинақор болу намыс емес дейді. Міне бұл Қытайдың мақалы. Енді осы халық өмір сүру үшін бәрін жеуге, бәрін істеуге, бәрін жасауға дайын, тек мақсаты өмір сүру. Бұл жерде мындай тағы бір мақалы бар. Хаусы біру лайхо дейді. Хаусы біру лайхо дегені ерлікпен өлгеннен дейді, елше өмір сүрген артық дейді. Қазақшалап аударсаң, еркекше өлгеннен, жаңағы ерше өлгеннен елше өмір сүрген абзал артығырақ деген мақалдар бар да. Енді осы халық өмір сүруге деген осындай бір құштарлығымен, мейлі сен елше бол, құл бол, көмпіс бол, намысыңды, арыңды, ұжданыңды сат, тек өмір сүру, қарын тойдыру, бұлардың енді бір инстинкт болып қалыптасып қалғанда бұл. Сондықтан бұлар жаңағы осындай бір ұғымда. Енді мына Африкадағы, мынау жоғарыдағы ел туралы ақпарат әлеуметтік желде кесіп жүр, бұның жүргеніне біраз жыл болды. Бұл шындық. Бұлардың жаңағы адамның жүрегін жеп жүрегімді қуаттандырам дейтіні, адамның бүйрегін жеп бүйрегімді қуаттандырам дейтіні, жаңадан туылған сәбиді жейтіні, жаңа түсік тастаған әйелдердің жаңағы шаранасын, жаңағы не еді туғаннан кейін түсетін, бала жолдасын жейтіні, ол ежелден бар дүние бұл. Енді кейін мына мәдениетті қоғам келіп, цивилизация болып, қалталарын ақша тиіп, сосын Еуропа, Америка көргеннен кейін, біраз Қытай, міне 200-300 миллион Қытай қазір мысалы христиандық, католиктік, протестанттық діндерге нанды, сөйтіп мына кітаби, илахи діндерге сенгеннен кейін барып, мыналарда бәленбай мың жылдан бері бұларда жаңағы иман ұшып кеткен, бір Алланың барлығына, бір жаратушының барлығына деген сенім басы бүтін жойылып кеткен халық, енді қайтадан жаңағы 200-300 миллионы сол илахи діндерге сене бастағаннан кейін бұлар қайтадан бір адамилыққа қарай бет бұрғанда шын. Бірақ мына Африкадағы кенде жұмыс істейтін өте төмен жағдайларды жаңа жұмысқа жалдап алып, артынан оны өлтіріп етін жегеніне мен өз басым ешқандай күмәнім жоқ. Себебі Қытайда мынау Совет одағы мен Хрущев пен Маузудың бір-бірімен ерегесіп, Қытай мен Совет одағының арасында қатынас үзіліп, анау Қытай компартиясын, Совет одағы компартиясы анау 1921 жылдан бастап қаржыландырады ғой, 49-ға дейін. 51 жылы Маузудың Москваға барып, жаңағы Совет одағынан қарыз алады. Совет одағы Маузудыңды жаңағы тұтқынға алады, үй қамаққа. Одан жуынлай жаңа Американың тілшілерін, Маудың орынбасары, ең сенімді серігі. Мау өстіп қамақта жатқан болуы мүмкін деп бейресми Америка құралдары арқылы жаңағы ақпарат шу шығарғаннан кейін Сталин халықаралық қысымнан жасқанып, Мауды ашыққа шығарып, Мау ашық сұхбат беріп, содан жуынлай жаңа премьер-министр өзі Москваға ұшып кеп Мауды алып қайтады. Сол барыста
Бұлар Совет одағынан қарыз алады, кейін Хрущев Далянда, Шанхайда, қиыр шығыстағы өлкөде жаңағы әскери база құрам, Совет одағынан әскер тұрады, сендер ауыл шаруашылық аграрлық ел боласыңдар, біз әскери бүкіл өнеркәсіп тауарын сендерге береміз дейді. Мау келіспейді, әскер тұрғызбайсың дейді. Сонымен екі елдің арасы тасталқан болып бұзылады. Мынау Талдықорғандағы мынау Алатау аузына жақын жерде Жалаңашкөлде бір мәрте соғысады. Одан анау Жымбаудау деген аралда, мына Сахалин жақтағы Қытайдың қиыр шығыс өлкесі тағы бір мәрте соғысады. Сөйтіп Қытай екі ортасы Совет одағы жаман болып, Қытай жаңағы Советтің қарызын қайтарамын деп бүкіл астығы, күрішін, бидайын тұтасымен береді. Оның өзі мынауың сапасыз деп Совет одағы біразын алмайды. Совет одағы алмаған астықты біз жемейміз деп жуынлай мына шайтандығын көрдің бе, жаңағы Хилунжаң өзенін ағызтып жібереді теңізге қарай, ал халық аштан қырылады. Сол аштық кезінде Қытайда адам етін адам жеген адамдар өте көп болды, және бізде жаңағы бала күнімізде еститіміз, тіпті Қытай түгіл дұңғандардың өзі, біз Шыңжаңға анау Шанши Гансуден босып келгенде жолда жатқан өліктерді таңдап отырып, ішіндегі жаңадан өлгендерін қақтап жедік, тіпті шикідей жедік деген адамдарды біздің үлкендеріміз өз құлақтарымен естігенін айтып отырған. Сондықтан бұл Қытайдың адам жейтініне еш күмәніміз жоқ. Оны Қытайдан келген үлкен кісілерден сұрасаңыздар, оны айтып береді оның барлығын.